Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге кофенің зияны мен пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Кофенің пайдасы: кофе сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл-күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшықеттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Үшінші, күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөледі. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. Төртінші, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендегенін анықтаған. Сонымен қатар диабет, Паркинсон ауруларынан құтқарады. 457.922 адам қатысқан 18-ші зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететінін дәлелдеген. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон және эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда пайда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. Алтыншы, кофе қан құрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің зияны. Сонымен қатар кофенің зиянды жағы да бар. Зиянды жағы: бірінші, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Екінші, кофе дәріге әсер етеді. Егер қандайда бір дәрі қабылдап жүрген болсаңыз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатынын және болмайтыны туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Үшінші, ана болу мүмкіндігін азайтады. Ренодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Сонымен қатар 4-ші, кофе тәтті құмарлыққа әкеледі.
Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австралиялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды екі топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген. Ал екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мл, ал екіншісі 273 мл ғана тәтті сусындар ішкені анықталған. 5. Кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасаған. Олар күніне 2 шынаяқтан кофе ішкендерінде түсік тастау қаупі жоғары болатынын анықтаған. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу зиян дейді ғалымдар. 6. Қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 бен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеген. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары да бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мл ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Сонымен қатар кофе бет терісін жақсартады. Қою қайнатылған кофені босқа төкпей мұздатқышта мұз қатыратын ыдысқа құйып қатырып қойыңыз. Кейін күнделікті таңертең және кешке бір кесегімен бетіңізді сүртіп тұрсаңыз өте пайдалы. Бет терісін демалдырып, жасартып жаңартады. Бет терісін жұмсартып жасарту үшін мына масканы пайдаланғаныңыз жөн. Қою демделген салқын кофеге бір ас қасық қара ұн немесе бір жұмыртқаның сарысын қоспа дайын болғанша араластырады. Бетке жағып 15 минут ұстап, кейін жылы сумен жуған дұрыс. Кофені тоник ретінде де пайдалануға болады. Жаңа демделген кофеге мақтаны батырып, бетті сүртсе де әжімнің алдын алады деседі. Сонымен қатар бетке қан жүгіртіп, реңіңізді әдемі көрсетеді. Шашыңыз жылтырап тұру үшін бір ас қасық ромға 2 жұмыртқаның сарысын, 1 қасық ұнтақ кофе, 1 қасық сұйық май қосып, оған 2 қасық жылы су құйып араластыру қажет. Масканы шашыңыздың әрбір бөлігіне мұқият жағып шығыңыз және 5 минуттан кейін жылы сумен шайып тастаңыз. Келесі кофені қалай таңдауға болады? Сүйікті сусынды сатып алмас бұрын алдымен ыдысына назар аударғаныңыз жөн. Өйткені брендтік өнім өндіретін фирмалардың бәрі кофені шыны немесе металл сауытқа салады. Егер өнім пластик ыдысқа салынса, онда өнімнің шикілігі бар деген сөз. Қаңылтыр ыдысқа салынса, ол қатты болуы керек. Қолмен майыстыра алмайтындай қатты ыдысқа салынса, демек дұрыс өнім деген сөз. Сонымен қатар аш қарынға кофе ішуге болмайды. Ұлыбританиядағы Бата университетінің ғалымдары аш қарынға кофе ішу қандағы қант деңгейін бақылауды бұзуы мүмкін екенін анықтаған. Тәжірибе кезінде еріктілердің бір тобына оянғаннан кейін бірден калория мөлшері әдеттегі таңғы асқа теңестірілген тәтті сусын ішу ұсынылады. Екінші топ мүшелері алдымен қою қара кофе ішіп, жарты сағаттан кейін оларға қант қосылған сусын беріледі. Осыдан кейін субъектілерден глюкоза деңгейін тексеру үшін қан үлгілері алынады. Таңғы алдында кофе ішу қандағы қантты 50%-ға арттырғаны белгілі болды. Мамандардың пікірінше ұзақ мерзімді перспективада осы көрсеткіштің мұндай жоғары болуы дененің глюкозаға төзімділігінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл өз кезегінде екінші типті қант диабетін дамыту қаупін арттырады. Зерттеу авторлары таңертеңгі кофеден толығымен бас тартудың қажеті жоқ екенін айтады. Оны қолданар алдында таңғы ас ішу жеткілікті. Достар, осымен біздің кофе туралы зиянды және пайдалы ақпаратымыз аяқталды.
Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай керемет пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын және менің каналымнан түрлі оңай жасалатын рецептілерді көре аласыздар. Сау болыңыздар.